Күндердің бір күнінде Хаги Ваги мен Киси Миси атты екі ерекше жаратылыс Майнкрафт әлеміне тап болды. Олар өздеріне ұқсас достарды іздеп, жаңа әлемді зерттемекші болды. Хаги Ваги ұзын бойлы, көк түсті, құшағы кең, ал Киси Миси қызғылт, мейірімді және әрқашан күлімдеп жүреді. Олар бірге өздеріне ұқсайтын достар табуға кірісті. Майнкрафт әлемі өте үлкен, ал олардың алдында сансыз кедергілер мен шытырман оқиғалар тұрды. Олар алдымен үлкен орманға барды. Орманның биік ағаштары, көлеңкелі соқпақтары Хаги Ваги мен Киси Мисиді таңғалдырды. Олар орманның ішінде жұмсақ мүк басқан тастардың арасында жүруде. Алайда бұл ормандағы тіршілік иелері тым кішкентай болғандықтан олар Хаги Ваги мен Киси Мисиден сескеніп қашып кете бастады. Біраз жүргеннен кейін олар алыс жолды артқа тастап кішкентай ауылға келіп жетті. Ауылдағы үйлердің барлығы текше тәрізді, майда көк, жасыл, қызыл түсті ғимараттар. Хаги Ваги мен Киси Миси ауыл тұрғындарын көріп, оларға жақындайды. Бірақ ауыл тұрғындары да олардың үлкендігінен қорқып, жасырынып қалады. Бірақ Хаги Ваги мен Киси Миси мейірімді әрі достыққа дайын еді. Олар ауыл тұрғындарына өздерінің достық ниетін түсіндіруге тырысты. Ауылдың кішкентай балалары Хаги Ваги мен Киси Мисидің мейірімділігін сезіп, оларға жақындай бастады. Балалар оларды қызыға қарап бірге ойнауды ұсынды. Хаги Ваги мен Киси Миси балалармен ойнағанды ұнатып, олардың көңілін көтеру үшін билей бастады. Кешқұрым олар ауыл тұрғындарымен қоштасып, өз жолдарын жалғастыруға шешім қабылдады. Олар таулар мен шөлдерді басып өтіп үлкен көлге жетеді. Көлдің жағасында күннің қызарып батуы мен тыныштықты тамашалап отырып, Хаги Ваги мен Киси Миси бір-біріне осындай қызық әрі таңғажайып әлемде өздеріне дос табудың оңай еместігін мойындайды. Көп күндік саяхаттан кейін олар кенеттен ерекше орынға тап болады. Бұл орын көне сарай, оның айналасында үлкен гүлдер мен бұтақтар өскен. Сарайдың ішіне кіргенде олар жаңа достармен кездесті. Бұл достар Майнкрафт әлемінің өзге бөліктерінен келген түрлі түсті жаратылыстар еді. Олардың арасында эндерман, зомбилер және мейірімді скелеттер болды. Оларда Хаги Ваги мен Киси Миси сияқты достықты іздеп жүрген еді. Хаги Ваги мен Киси Миси жаңа достармен бірге ойындар ойнап, түрлі би билеп көңілді уақыт өткізді. Енді олар жалғыз емес еді. Олар өздеріне достар тапты және олармен бірге Майнкрафт әлемінде ұзақ және бақытты өмір сүрді.